Достар, баршаңызға сәлем. Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте нәзік Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз үй жағдайында. Керекті заттарды бірінші кезекте дайындап алдым. Бізге 5 жұмыртқа керек болады. Үстіне өлшеніп қойған қантымызды салып миксерлейміз. Басында миксерді баяу жылдамдықпен бастаймыз. Кейіннен жылдамдығын жайлап қосып отырамыз. Бізде әппақ көбік болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнға крахмал және де қопсытқышты салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Ситаның көмегімен ұнды илейміз. Қоспамызды басып алмадан төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Осылайша 2 немесе 3 кезекке бөліп ұнымызды жұмыртқалы қоспаға араластырамыз. Менде диаметр 24 см форма. Формаға толықтай құйып, пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. 170 градус пеште 50 минут пісіреміз. Немесе уақытты қысқарту үшін 24 диаметрлі формаға 2-ге бөліп пісірсеңіздер де болады. 50 минуттан кейін біздің бисквитіміз күшті болып көтеріліп пісті. Кремін дайындаймыз. Крем-чизге қантты саламыз, араластырамыз миксермен. Кейіннен сливкімізді құямыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Бізде қою крем болады. Кокос ұнтағын қосамыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Шамамен 1 минуттай. Бізде креміміз дайын. Толықтай суыған бисквитімізді бөлшектерге бөлетін боламыз. Бірінші кезекте бетіндегі шапкасын кесіп алып тастаймыз. Бізге ол керек емес. Қалған бөлігін теңдей 3-ке бөлеміз. Қалауыңызша 4-ке бөлсеңіздер де болады. Мен 3-ке бөлдім. Бір бөлігін алып, сүтпен ылғалдандырып шығамыз, пропитка жасаймыз, яғни. Кейіннен кремімізді жағамыз. Жаңағы жасаған кремді 3-ке бөліп жағамыз. Келесі коржды тағы да қойдық. Үстін пропитка жасадық. Және де кремді жағып жатырмыз тағы да. Қалған кремді сыртына жағып шығамыз. Жұқа болып қапталады. Ол проблема емес, сыртынан кокос ұнтағын себетін болғандықтан крем бізге жұқа болса да ешнәрсе етпейді. Кокос ұнтағын тортымызды 30 минут тоңазытқышқа қоямыз, сәл салқындап. Суығаннан кейін кокос ұнтағын сеуіп шығамыз. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын. Торт міндетті түрде 2-3 сағат тоңазытқышқа қойып, кейіннен кесіңіздер. Менде толықтай 3 сағат тоңазытқышта тұрды. Торт өте нәзік, керемет болып шықты. Жақындарыңызға міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Ақбота. Келесі кездескенше достар.